Білім не үшін қажет? Білімнің маңызы зор екендігі баршамызға мәлім. Алайда біз білімнен нені талап ететінімізді біле бермейміз. Білім беру жүйесінің басты мақсаты бізді ересек өмірдің қиындықтарына дайындау. Десе де азғантай ғана оқушыларды санамағанда мектептің бұл міндетті атқаруға шамасы жетпей жатыр. Өмірлік қиындықтармен күресу мәселесі жекеменшік мектептерге де, қарапайым мемлекеттік мектептерге де әлі өзекті болып табылады. Адамның тапқырлығы, жігері, ізгі ниеті және таланты өнеркәсіптік ауқымда жоғалып барады. Білім беруде өршіл болу, міндетті түрде көп қаржы жұмсау, көбірек мектептерді салу, мұғалімдер санын арттыру немесе емтихандарды қиындатуды білдірмейді. Керісінше ол білім берудің негізгі мақсатына көбірек көңіл бөлуді білдірсе керек. Бұл бізге екі негізгі тапсырманы орындауға көмектесу қажет: жұмыс істеу және жақсы қарым-қатынас орнату. Осы қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін болашақ оқу жоспарында келесі пәндер қосылу керек. Біріншіден, капитализм. Біз өмір сүріп жатқан экономикалық жүйенің айналасында үнсіздік саясаты қалыптасқан. Бізге оның осал тұстарын өзгерту немесе күшті жақтарын қорғау қиынға соғады. Өйткені біз оның қалай жұмыс істейтіндігін толық түсінбейміз. Математика пәні ақшамен іс жүргізетін халықтың 99%-ына оның ең басты пайдасын үйретуді мақсат етуі керек. Мұндай сабақтар оқушыларға өндіріс құралдарының маңыздылығын және пайда табу жолын үйрету арқылы жаһандық экономиканы түсіндіреді. Сондай-ақ ақша айналымы, адам ресурсы көшбасшылығы, маркетинг және бәсекелестіктің маңызы да қарастырылатын болады. Мінсіз мектеп жүйесінде сіз тағы бір өте маңызды пәнді оқитын едіңіз: өзіңіз жайлы. Жас оқушыларға біздің адамдардың өзімізді түсінбеуге бейім екендігіміз туралы айтылар еді. Олар күнделікті өмірдегі адасу, қорғану, мойындамау секілді ұғымдармен жақынырақ танысады. Жеке тәлімгерлер оқушылардың жүйкесі мен қорқыныштарына аса мән бере отырып, тұлғалық болмысын құруға көмектеседі. Мұны жасау арқылы оқушылардың шын мәнісінде өздерінің қандай әрқилы екендігін және қандай адамдармен дос боларын түсінгеніне көз жеткізе аламыз. Маңызды бөлімі мансаптық өзін-өзі тануға арналар еді. Сізге қандай жұмыс қолайлырақ? Оқушылар аптасына 3 сағатын болашақта немен айналысатынын зерттеуге жұмсар еді. Кейін олар қарым-қатынасты оқиды. Бақытсыз қатынастардың әлеуметтік және жеке құнын қарастыра отырып, мінсіз білім беру жүйесі адамдармен бірге өмір сүруге қажетті дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. Кешірімді болу мен мейірім бөлімдерімен қатар уайымды азайту техникаларда қарастырылады. Мұндай білім берудің утопиясында тек балалар ғана емес, ересектер де мектепке барар еді. Мектепте алған білім өмірлік болар еді. Білім алу тек парталарда жайғасып орын алуды ғана емес, өнер мен медианы да үйрету мүмкіндіктерін барынша арттырып, адамдардың шын мәнісінде білу керек. Білім алу тек парталарда жайғасып орын алуды ғана емес, өнер мен медианы да үйрету мүмкіндіктерін барынша арттырып, адамдардың шын мәнісінде білу керегін үйренуге көмектесер еді. Жалпыға білім беру қиындықтарына тым көп зейін қою әсерінен біз ондағы қиыншылықтардың шын себебін анықтаудан шалынып барамыз. Қаржы, дисциплина немесе жалақыға қатысты мәселелер тек іргелі мәселелердің салдары болып табылады. Десе де ешбір адам мұны әдейі істемейтіндігін ескерсек те, қазіргі таңда біз тек қате оқу бағдарламасын қолданудамыз.